Ассалаумағалейкум, арнамыздың құрметті қымбаттылары. Қазақстандағы және әлемдегі болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписацияның баларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Зейнеткерлік жас. Өзгеріс қашан енгізіледі? Әйелдерге арналған зейнеткерлік жасты 2027 жылдың соңына дейін сақтап қалу жоспарланып отыр. 2026 жылы зейнеткерлік жас өзгеріссіз қалады. Ерлер үшін 63 жас, әйелдер үшін 61 жас. Қазіргі таңда бұл көрсеткішті өзгерту жөнінде ресми шешім қабылданған жоқ. Әйелдерге арналған зейнеткерлік жасты 2027 жылдың соңына дейін сақтап қалу жоспарланып отыр. Ал 2028 жылдан бастап әйелдердің зейнеткерлік жасын кезең-кезеңімен арттыру мүмкіндігі қарастырылуда. Жоспарға сәйкес, ол 61,5 жастан басталып, 2031 жылға қарай 63 жасқа дейін жетуі ықтимал. Нәтижесінде ерлер мен әйелдер үшін зейнеткерлік жас теңестірілуі мүмкін. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.